Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Оқушылар әлемді түсіну үшін модельдерді игеріп, құрылымы бар ортаға қатысады деген тұжырымға негізделген оқыту тәсілі әлеуметтік жағдаяттық тәсіл деп аталады. Оқушылардың пәнді терең түсіну қабілетін дамыту арқылы алған білімдерін сыныптан тыс жерде тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту, сындарлы оқыту. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің 3 түрін анықтаған. Соның бірі болып табылатын пікірталастық әңгіменің сипаттамасы басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі. Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ түрі түрткі болу. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп қойылатын сұрақ сынақтан өткізу сұрағы. Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт әлеуметтік жағдаятты. Мектептерде оқыту мен оқуды жақсарту мақсаты Эллиот бойынша академиялық империализм. Дәлелдеу, пікірталас пен келіссөз барысында қалыптасатын, білім ретінде қарастыратын көзқарастық оқу, диалогтық оқу деп аталады. Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты педагогикалық білімді қалыптастыру. Біртұтас педагогикалық үдеріс теориясының негізін салушы қазақстандық ғалым Хмель. Ғылыми білімнің басты құрамдас бөлігі таным болып табылады. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі, мінез құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері. Дағды дегеніміз не? Қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетке машықтану. Ұжымдық іс-әрекеттің белгілері бірыңғай мақсаттың болуы. Әңгімелесу әдісінің формасы эвристикалық сипат. Гуманистік бағыттылық дегеніміз педагог қызметінің мағынасын, белсенді позициясын білдіреді. Ептілік дегеніміз білімді практикамен байланыстыра қолдану тәсілдерін, жолдарын меңгеру
топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағалау жүргізілген әңгіме түрі зерттеушілік әңгіме. Адамның өзін зерттеуі, түсінуі, өзін басқалардан қалай қабылдайтыны жайлы өзін бағалауы рефлексия деп аталады. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер.